Сәлем достар, баршаңызға арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге өте керемет, өте осылай кестелі болып шығатын айраннан блинылар жасайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар және видеомды толықтай қарап шығыңыздар. Ең алдыменен ыдысымызға айранымызды құямыз. Бөлме температурасындағы, менде қатты ашып кеткен айран. Айранымызды алып, біркелкі болғанша осылай араластырып аламыз. Үстінен 1 шай қасық толтырмай ас содасын салып, тағы да қозғап аламыз. Айран менен содамыз реакцияға түседі. Міне дәл осындай болып 5 минутқа қалдырып қоясыздар. Арада 5 минут өткеннен кейін 2 ас қасық қантымызды саламыз. 1 шай қасық тұзымызды толтырмай саламыз және жақсылап араластырып аламыз. Содан соң 2 жұмыртқамызды саламыз. Тағы да біркелкі болғанша араластырып аламыз. Алдын ала дайындап алған ұнымызды електен өткізіп, аз-аздан қоса отырып араластыратын боламыз. Толық рецепті достар төменде описание бөліміне қалдырып кеттім. Сол жерден қарап жасай берсеңіздер болады. Қамырымыз осылай қоймалжың болып шығады. Енді қайнап тұрған ыстық суымызды алып, аз-аздан құя отырып қозғайтын боламыз. Қалған суымыздың барлығын құйып, тағы да араластырамыз. Осындай сұйықтық масса пайда болады. Енді үстінен 3 ас қасық сұйық майымызды құятын боламыз. Тағы да араластырып аламыз жақсылап. Осындай сұйық масса дайын болды. Енді табамызды отқа қойып, үстінен 1 май жағып жібереміз. Қатты көп жақпаймыз. Осылай 1 ожаудан құя отырып, немесе үлкен қасықпенен құя отырып, екі беті қызарғанша аударып пісіп алатын боламыз. Жұқалап қана май жағып жібереміз. Массамызды құямыз, міне дәл осылай. Өте тесік болып шығады осылай. Екі бетін аударып, барлығын солай пісіріп аламыз. Осыменен блиныларымыз дайын болып шықты. Өте кестелі болып шықты. Өте нәзік болып шықты. Кез келген адамның қолынан бір жасағаннан шығады. Міндетті түрде дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Міне асты да дәл осылай пісіріп алдым. Назарларыңызға үлкен рахмет. Сіздерге де ас болсын. Ашыған айранды төгуге асықпаңыздар. Кез келген үйдің, дүкеннің айранынан жасай берсеңіздер болады. Міне осылай жұмсақ болып шықты. Әрі өте кестелі болып шықты. Балаларға да үлкендерге де ұнайтынына сенімдімін. Таңғы асқа өте тамаша үйлеседі. Арасына кез келген салма салсаңыздар да болады. Немесе қаймақпен, сгущенкамен жей берсеңіздер де болады. Осылай да өте дәмді болып шықты. Егер видеом ұнаған болса, өз пікірлеріңізді жазып, лайк басып кетіңіздер. Каналыма және тіркеліп кетіңіздер, тіркелмеген болсаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.